14-ші күн. Өзіңді жақсы көру, екінші аптаға шолу. Бүгін сіз айнамен жұмыста жеткен жетістіктеріңізге талдау жасап, осы жолда өзіңізге көбірек уақыт пен жігер беруді үйренесіз. Сізді қалай мақтан ететінімді білсеңіз ғой алтыным. Міне, екінші аптамыз да аяқталды. Сіз жан досыңыз айнаның алдында тұрсыз. Күн сайын өміріңізге көбірек сүйіспеншілік әкелудің неше түрлі жолдарын үйреніп, жаттығып жүрсіз. Сіз махаббат пен шат-шадыман қуанышқа, өмір сізге ұсынатын бар жақсыға лайықсыз. Айнамен жұмыс кезінде әлі де өзіңізді сәл-пәл ақымақ немесе ыңғайсыз сезінесіз. Бұл дұрыс. Күн сайын жаңа жаттығуға кіріскенде өзіңізге түсіністікпен қарап, шыдамды болғаныңыз жөн. Өзгеріс кейде ауыр жолмен келеді, кейде жеңіл болуы мүмкін. Бұл өзіңізді сүю және қабылдау жолындағы ұзақ сапар екенін есте сақтаңыз және жасаған барлық күш-жігеріңізді мойындаңыз. Сіз қазірдің өзінде көп нәрсеге қол жеткіздіңіз. Сөзіңіз бен ісіңіз жайында, олардың арасындағы алшақтық жайында көбірек білуге айнаның көмектесетінін көрдіңіз. Сізге пайдасын тигізбейтін нәрселерден бас тартуды үйреніп жатырсыз. Өз-өзіңізбен диалогты мұқият тыңдай отырып, оны дұрыс түсініп, жағымсыз ойларды оң аффирмацияға айналдыруды меңгердіңіз. Сіз сондай-ақ ішкі сыншыңызды өзгеруге деген талпынысыңыз бен күш-жігеріңізді ынталандырып, мақтап отыратын жанкүйерге айналдыру үшін көп жұмыс істеп жатырсыз. Жарайсыз. Өткен аптада бірден 2 дәрісті ішіңіздегі балаға арнадық және сіз екеуінен де сәтті өттіңіз. Өзіңізді құттықтап қойыңыз. Сіз ішіңіздегі баламен таныстыңыз және осы қорғансыз балапанның не сезінетінін түсіне бастадыңыз. Сондай-ақ ол баланы қолыңызда әлдилеп, оны қаншалықты жақсы көретініңізді және оған ешқандай жамандық келмейтінін айтуға уақыт табасыз. Өзіңізді сүю жолындағы осы үлкен қадамды жасағаныңыз үшін мен сізді мақтан етемін. Осы алғашқы 14 дәрістен кейін сіз тәніңіздің ішкі ойларыңыз бен сенімдеріңізді қалай көрсететінін түсініп жатырсыз. Денеңіздің сізге жолдаған үндеуіне назар аудара бастадыңыз. Сөйтіп, тәніңізді оған қажет нәрмен жігерлендіретін ойлар және позитивті аффирмациялармен қамтамасыз ете бастайсыз. Сондай-ақ шынайы сезімдеріңіз бен эмоцияларыңызды, тіпті теріс эмоция болса да, оны білдіргенде қаншалықты жеңілдеп қалатыныңызды байқайсыз. Сонымен қатар басқаларға деген ашу-ызадан арылу үшін жасаған бүкіл ауыр жұмыс пен жаттығу үшін өзіңізге қошемет көрсетуіңіз керек. Бұл сіздің өміріңізді шынымен өзгерте алатын шипалы тәжірибе. Айнамен жұмыс кезінде үрейлеріңізге шолу жасап, оларды шешу арқылы сіз осы аптада тағы бір маңызды сабақ алдыңыз. Қорқыныш ол сіз емес. Қорқыныш сіздің санаңыздағы шектеу. Сізде махаббат пен қорқыныш арасында әрқашан таңдау болады. Сіз сондай-ақ осы аптада менің сүйікті қағидаларымның бірін қолданып бастадыңыз. Күніңді қалай бастасаң, өміріңді солай өткізесің. Әр күнді сүйіспеншілікке толы ойлармен бастауға күш салып жатқаныңызды ойлағанда, төбем көкке сәл-ақ жетпей қалады. Бұл сіздің ғажап күніңіздің қалған бөлігіне жарқын реңк береді. Бар болғаны 14 күнде қанша нәрсе үйренгеніңізді көрдіңіз бе? Айнамен жұмыстың жаңа тәжірибесінен өтіп жатқанда, өзіңізді қамшылап, жігер беруді жалғастырыңыз. Мен әрқашан сізбен біргемін. Соны естен шығармаңыз. Олай болса, бүгінгі күннің қорытындысын мына аффирмациямен бекітейік. Мен әлемге ашықпын және айнамен жұмыс маған үйрететін бар жақсыны қабылдауға дайынмын. 14-ші күннің айна жаттығуы. Бала кездегі шынымен сондай бақытты сәттеріңізде түсірілген суретіңізді табыңыз. Мүмкін туған күн кешінде немесе достарыңызбен бірдеңе істеп жатқанда, не сүйікті орындарыңыздың біріне барған кезде түсірілген сурет бар шығар. Суретті айнаға жапсырыңыз. Суреттегі көңілі шат ойын баласымен сөйлесіңіз. Оған сол сергек күйіңізді қайта сезінгіңіз келетінін айтыңыз. Ішіңіздегі баламен шынайы сезімдеріңізбен бөлісіп және оған не кедергі болатынын талқылаңыз. Мына аффирмацияларды айтыңыз. Мен бүкіл қорқыныштарымнан арылуға дайынмын. Мен қорқатын ештеңе жоқ. Мен ішімдегі баланы жақсы көремін. Мен сені жақсы көремін. Мен бақыттымын. Мен ризамын. Мен сүйіктімін. Осы аффирмацияларды
10 мәрте қайталаңыз. Ғаламат күн ішіңізде 14-ші күннің күнделік сұрақтары. Күнделігіңізді ашып, 7-ші күні жазған жазбаңызды тауып алыңыз. Сол күні айнамен жұмыс істегенде жазған ойларыңызбен не байқағаныңызды оқыңыз. Жаңа параққа айнамен жұмыстың 2-ші аптасынан кейінгі сезімдеріңіз бен байқаған жайттарды жазыңыз. Жаттығу сізге жеңілірек тиіп жатыр ма? Айнаға қарағанда өзіңізді әлде қайда жайлы сезінесіз бе? Қай мәселеде көбірек жетістікке жеткеніңізді жазыңыз. Сондай-ақ айнамен жұмыстың қай тұсында әлі де қиындықтар бар, соны көрсетіңіз. Ауыр тиіп жатқан тұстарын еңсеру үшін айнамен жұмыстың жаңа жаттығуларын және аффирмациялар жасап шығарыңыз. 14-ші күнгі жүректегі ойлар. Мен өзімнің асқан кереметтігімді ғана көруге дайынмын. Сіздің таңдауыңыз кез келген жағымсыз, жойқын, қорқынышты идея мен ойды санаңыздан және өміріңізден алып тастау. Енді миыңызды улайтын ойлар мен әңгімелерді тыңдамаңыз, немесе мүлде жоламаңыз. Бұдан былай сізге ешкім зиян тигізе алмайды, өйткені басқа біреудің сізді ренжітуіне жол бермейсіз. Қаншалықты орынды болып көрінсе де, сіз күйінішке апаратын эмоцияларға берілуден бас тартасыз. Сізді ашуландыратын немесе қорқытатын кез келген нәрседен жоғары тұрасыз. Сіз өмірде жасағыңыз келетін нәрсені ғана ойлап сөз қыласыз. Істелуі керек нәрсенің бәріне сіздің шамаңыз жетеді. Сіз өзіңізді жаратқан күшпен біргесіз. Қорқатын дәнеңе жоқ. Сіздің әлеміңізде бәрі жақсы. 14-ші күннің медитациясы. Бойыңыздағы алапат күшті сезініңіз. Осы жаңа күнді сүйіспеншілікпен құшағыңызды жайып қарсы алыңыз. Өз күшіңізді сезініңіз. Тыныс алудың құдіретін сезініңіз. Даусыңыздың күшін сезініңіз. Махаббатыңыздың күшін сезініңіз. Кешіріміңіздің құдіретін сезініңіз. Өзгеруге дайындығыңыздың күшін түсініңіз. Сіз сұлусыз. Сіз Құдай жаратқан керемет жаратылысыз. Сіз бар жақсыға лайықсыз. Жай жақсыға ғана емес, барлық жақсылыққа лайықсыз. Өз құдіретіңізді сезініңіз және сол арқылы тыныштық табыңыз. Өйткені сізге төніп тұрған ешқандай қауіп жоқ.